бөле алмаса дұрыс әсер етпейді. Әрине бұл мәселелер кезінде Ислам Каримовтің осы Тәжікстандағы грестер салуына байланысты болды ғой. Енді мынау жаңа басшылық Өзбекстандағы тіл тапқан секілді өз мөлшерінде суды жіберіп жатыр Тәжікстан Республикасы. Бұл жақсы болады ойлаймын. Дегенмен Ауғанстан білесіздер, ар жақтан канал салып жатыр, судың қанша 15%-дайын ба алып кетіп жатыр. Бұл енді басқа мәселе. Бірақ Тәжікстан түсіністікке келеді деген ойдамын. Тәжікстандағы биліктің өзгеруі әрине жақын арада әбден мүмкін. Ол жерде де президенттің отқанына Эмомали Рахмонның 30 жылдай болды. Әбден мүмкін жақын арада.